Bir тілді толық меңгерген адам екінші тілді де үйрене алады. 10 тілде еркін сөйлеп, жаза алатын өскемендік Жұлдызай Форд жастарға осындай кеңес береді. Мектеп жасынан бастап өзге тілдерді өз бетімен оқып үйренген Жұлдызай бұл күндері сол талпынысының пайдасын көріп келеді. Полиглот қазір студенттермен жиі кездесіп, оларда тіл үйренуге шақырып, кеңес беріп жүр. Жұлдызай үш түрлі тіл туралы мемлекеттің саясатын қос қолдап қолдайтындардың бірі. Тіл үйрену үшін мүмкіндік ұшан теңіз деп санайтын полиглот жастарда жалқаулықтан арылып, заман мүмкіндігін пайдалануға үндейді. Мүмкін емес, үш тіл білу, өйткені ол адамның не ашып кетеді дегенде сөздер айтады. Сонда мен айтамын да, я болмаса ол тіл үйрену үшін өте көп уақыт керек, я болмаса арнайы оқу керек. Мен айтамын, мысалы мен арнайы оқымадым мен. Өз бетіммен үйрендім. Bir adam үйренсе, онда басқа адамдар үйрене алады. Бұл жоғары математика емес қой. Балалық шағы Келе Түркістанда өткен Жұлдызай бастапқыда орысша бір сөз білмепті. Өзге тілді үйренуі алдымен осы орыс, соңынан неміс, ағылшын тілдеріне деген қызығушылықтан басталған екен. Bir қызығы ол арнайы тәлімгердің көмегіне аз жүгінген. Алғыр қыз мейлінше білімін өз бетімен тереңдеткен. Өзге тілдерде еркін сөйлеуі жұмысында табысқа жеткізген. Шекарасыз дәрігерлер деген ұйымда жұмыс істедім. Интернационалды ұжым болды ол жерде. Сонда менің алған жалақым басқа дәрігерлерге қарағанда 4 есе көп болды. Ана тілі мен орыс тілін былай қойғанда Жұлдызай ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, түрік, грек, швед тілдерінде еркін сөйлеп жазалады. Қосымша кәріс, қытай, араб, жапон тілдерін тағы меңгеріп жүр. Өйткені тіл білген артық болмайды дейді ол. Ғалымдар айтады, адам өмір бойы 5-6 тілді меңгеріп шығуы мүмкін деп. Қызығушылық керек, ынта керек, күтіп отырмау керек, біреу сені келіп үйретеді деп. Полиглоттың пайымы болашақ сәнгер Күміскүлге үлкен әсер қалдырыпты. Ол өзге тіл білгеннің өресі өсетініне енді көз жеткізді. Жұлдызай ханымның осы мені қызықтырып жүреді, осы кісінің сан тілді білетіні, оны шатаспай оған деген қызығушылықтары мені өте таңғалдырды. Жұлдызай болашақта Скандинавия тілдеріне ден қойып көрмек, дегенмен ізденімпаз жанның айнымас ұстанымы бар. Ол ең бастысы өз ана тілінде еркін сөйлеп, оның қадірін жете түсіну. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, 24 KZ.